Microsoft Excel курсы күрделі формулалар. Алдыңғы сабақта біз қарапайым формулаларды қарастырдық, яғни қарапайым арифметикалық амалдарды көрген болатынбыз. Ендігі сабақта сол қарапайым арифметикалық амалдарды бірге қалай қолданатынымызды көреміз. Бастамас бұрын айтып кететін шамалы ескерту, дәл математикадағы ережелердегідей Excel'де де осы арифметикалық амалдардың орындалу реті бар. Яғни алдымен жақша, кейін дәреже, одан кейін көбейту және бөлу амалдары, кейін қосу және азайту амалдары орындалады. Осы нәрсені жақсырақ түсіну үшін барлығы деген бөліктің қасына осы бағанадағы ақпараттарды біріктіріп жазайық. Ол үшін алдымен тең белгісін қойық. Жақшаның ішінде B2 ұяшығын көбейтейік C2 ұяшығына. Жақшаны жабайық. Бізге барлығын есептеу керек болғандықтан қосу белгісін қоямыз. Қайтадан жақшаны ашамыз. Дәл солай қалған ұяшықтармен де сол амалды орындаймыз. Enter батырмасын бассақ, бізде соңғы нәтиже пайда болады. Енді осы нәтижені біз тағы да қолданып көрейік. Тағы басқа жерде, мысалы, бізде 4 адам саны берілсін, және де осы пайда болған барлық шығынды осы 4 адамға бөлетін болайық. Мына бағанаға әр адамға деп жазып, қос нүкте қойық. Және жанына біз жаңа формула енгіземіз. Пайда болған мәнді бөлеміз адамдар санына. Enter'ді басамыз. Осылайша біз күрделі формулаларды қолданыламыз. Оларды қажет болған жағдайда өңдей аламыз. Сонымен қатар бір формуланы екінші формула ретінде басқа бір аумақта қолдана аламыз. Excel туралы осы күнге дейін естіген, көрген ақпараттарыңызда дәл осындай есептеулерді бірнеше мәндердің қосындысын басқаша жолмен есептеп жатқанын көрулеріңіз мүмкін. Бұл тек мысал, үйрену мақсатында күрделі формулалар әрине бұл әрекеттердің барлығын орындайтын алдын ала белгіленген әдістер бар. Олар туралы алдыңғы сабақтарда сөз қозғаймыз. Ал осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болатын болса, келесі сабаққа өте беріңіз.